Баршаға сәлем достар. Бүгін сіздерменен CapCut бағдарламасында слой жайлы сабақ өтетін боламыз. Яғни CapCut бағдарламасында оны наложение деп жазып қойған. Яғни наложение дегенді біз жалпақ тілмен түсіндіргенде, қазақша тілде айтқанда қабат және қабат деген сөз. Яғни бірінші қабат, екінші қабат, сол сияқты нәрсені айтатын болады наложение деп. Енді сіздерге қарапайым жалпақ тілмен түсіндіретін боламын. Мына менің артымдағы жасыл фон, мен оның алдында тұрмын. Енді осы жасыл фонның алдында менің суретім қиылған түрде тұр. Мен сіздерге дәл осыны анимациялық түрде түсіндіретін боламын. Ал енді сіздерге жалпақ тілмен түсіндіретін болсақ, мынау қолымда дәптер, яғни артында жасыл фон тұр. Қолыма дәптер алдым. Сосын бұл дәптерге мына жанына көк дәптерді алдым. Яғни мына көріп тұрсыздар, екі түрлі объект: қызыл дәптер және көк дәптер. Енді қараңыздар, арттағы фон жасыл тұр. Мына жерде мен мына қызыл фонды осылайша қоямын. Мына жерде көк фонды дәптердің артына қойдым. Яғни көріп тұрсыздар, мінекей қызыл дәптер көк дәптердің алдын жауып қалды. Яғни бұл дегені мынау артында тұрған жасыл фон таймлайнның ең негізгі бөлігінде тұр. Оның бетінде мына қызыл фон тұр. Қызыл фонның астыңғы бөлігінде мынау көк дәптер тұр. Яғни сіздерге жалпақ тілмен түсіндірейін. Мінекей қызыл дәптер, көк дәптер. Енді керісінше орын алмастырамыз. Міне көк дәптер және қызыл дәптер. Мінекей дәл осылай бірінші қабат, сосын екінші қабат, екінші қабатты алып бірінші қабаттың үстіне қойсақ, екінші қабаттың алдын жауып қалады. Дәл осы нәрсе сияқты слой осындай сабақ болатын болады. Ал енді сіздер видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ал біз осы сабағымызды бастаймыз. Баршаға сәлем достар. Бүгін сіздерменен CapCut бағдарламасындағы наложение деген тақырыпқа тоқталатын боламыз. Енді біз наложение дегенде нені түсінеміз? Жаңағы видеода түсіндірген сияқты мына таймлайнда жасыл фон тұр. Енді қарасаңыздар, бұл жерде наложениені біз басамыз және добавить наложение дегенді басамыз. Және мына жерде өзіңіз көріп тұрған болсаңыздар, фото бөлімінде мінекей мен наложение бөлімінен осылай екі фонды таңдап алдым. Енді көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде жасыл фон көрінбейді. Оның алдында міне бірінші болып осы көк фон көрініп тұр. Яғни өзіңіз көріп тұрған болсаңыздар, түсінікті болу үшін мінекей өзіңіз көріп тұрған болсаңыздар, осылай фонның ойнау уақытын осылай созып аламын. Мінекей бізде енді дайын болды. Енді дәл осы фонның үстінен басамыз, сосын осылайша шетке жылжытып қоямыз. Мінекей мына жерде екінші қызыл фон түсті. Мінекей бұнда осылайша екі шетке жылжытып қоямыз. Яғни бұның размерін осылайша кішірейтіп алсақ, бізге түсініктілеу болады. Яғни мінекей біз дайындап алдық екі слойды. Көріп тұрған болсаңыздар, қызыл фон екінші тұр. Яғни таймлайнда бірінші жасыл фон, екінші қызыл фон, үшінші көк түс тұр. Қызыл фонды мен осылайша төменге түсіп қойдым. Мына қызыл түс не үшін көк түстің артына шықпай жатыр десеңіздер, дәл осы жерде мынау инструмент бізге жәрдем береді. Яғни қызыл түсті үстінен басамыз. Дәл осы жерде міне слой деген бөлімі бар. Яғни көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде наложение деп тұр. Наложение бөліміндегі нәрселерге қатысты. Наложение бөлімінде бізде тек қана екі материал тұр, яғни көк түс пен қызыл түс. Сол үшін қызыл түсті басып тұрамыз, қызыл түсті көк түстің алдына қоямыз. Сол кезде ол автоматты түрде көк түстің алдына өтеді. Ал осылайша жайына қоятын болсақ, ол артына өтеді. Яғни мына жерде осы функциялар арқылы осылай қабат-қабаттармен осылай жұмыс жасауға болады. Енді мына жерде всені қостым, бірақ ештеңе түсінікті болмады сіздерге. Қазір мен сіздерге анық түсіндіретін боламын. Яғни мен мына жерде текст жазамын. Мінекей мен текст жазып алдым. Енді көріп тұрған болсаңыздар, текст осылайша шығып тұр. Енді жаңағы наложение бөліміне келетін болсақ, мінекей наложениені бастым. Осылайша фонның үстінен басамыз және мына жерде слой деген бөлімі бар. Слой деген бөліміне кіреміз. Яғни міне көріп тұрсақ, наложение дегенде екі түрлі. Енді наложениенің үстінен басамыз. Все дегенді бассақ, мына жерде автоматты түрде біздің текстіміз шықты. Өзіңіз көріп тұрсыздар. Енді текстті аламын, осылайша мына екі фонның ортасына қойдым. Өздеріңіз нәтижені көріп тұрсыздар, қалай болып тұр. Мінекей текст қызыл фонның артында, көк түстің алдында тұр.
яғни сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына жерде мен плюсты басамын, сосын мына жерде мінекей мен добавить еттім. Мына жерде көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде адамның суреті бар екен. Мен дәл осы адамның суретін мына жерден наложение бөліміне басамын және осылайша ең төменге қойып қоямын. Яғни мына көріп тұрған болсаңыздар, мына жақта наложение, яғни мына адамның суреті бірінші тұр, көк екінші, қызыл үшінші десеңіз, мына жерде олай болмай қалып жатыр. Бұл жерде бірінші көк тұр, екінші адамның суреті, үшінші қызыл түс тұр. Сол үшін бұл жерде мына суреттің үстінен басамыз, сосын мына жерде слой деген бөлімге кіреміз, сосын мына наложениені біріншіге осылайша қоюымызға болады. Мына жерде все деген жағылу тұру керек. Енді қарап тұрсаңыздар, мен мына жерде адам үстін басамын, сосын мына жерде удаление фона деген бар. Өткен сабақтарда сіздермен өткен болатынбыз. Удаление фон болу үшін бұл жерде автоматты түрде интернет істеу керек. Яғни көріп тұрған болсаңыздар, мына адамның суреті наложение бөліміне осылай қиылған күйінде түсті. Яғни суреттің үстінен басамыз наложение бөліміне, сосын мына жерде слой дегенді басамыз, сосын дәл осылайша кез келген жерге осылай қойымызға да болады. Яғни стикер болсын, басқа болсын. Жалпы сіздерге наложение сабағы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеоларда кездескенше сау саламат аман болыңыздар. It has just begun as she puts her hand